саламатсыздар ма? Жастар ресурстық орталық барақшасының көрермендері. Бүгін біз Дәулет ауылдық округінде орналасқан 4-ші мектептің бүгін мұражайға саяхат бағытымыз бойынша мұражайымыздың 2-ші бөліміне келдік. Бұл біздің қазақтың салт-дәстүрі. Мұражайдың этнография бөлімінде мына ағашүйді қорғандық. Енді осы ағашүйдің бірінші қазақтың салт-дәстүрі бойынша мынау қолданылатын өрнегі, нелердің осы мектеп оқушыларының, мектепте ұстаздардың осы тоқып көрсетіп балдарға нетіп отыр. Сонымен бірге ұстайтын түрлі осы құрал-жабдықтары, мысалы қымыз пішетін кесір, бұрынғы киім, басқа да мына осы елдерде қолданылатын самаудың осының барлығы оқушыларға көрініп істеп осындай бәрін көрсеткен. Енді ағашүйдің ішіне кіріп кететін болсақ, өзіміз көріп тұрғандай мына жақта бірінші мынау қой қырқатын қайшысы өзі, мынау жаңағы сұрау малдардың несі осы қазақтардың нелерінің барлығы оқушылар осылардың бірісінде мынау қақпан мысалы құрылатын барлығы осы жерде мынау көріп кетсе рекалдары бесігіне шейін мына басқа киімдердің ақсақалдардың киетін шапандары мынау жаңағы бас құр барлығы осы жаңағы бас бау дегендердің барлығы осы ағашүйдің кәдімгі өзінің қазақтың киіз үйіне тиісті нелермен жабдықталған. Енді біздің бұл жердегі мақсатымыз оқушылар өзінің салт дәстүрін ұмытпас үшін ата-бабаларымыздың бұрыннан келе жатқан дәстүрлерді сақтап, бұрын ұстаған заттарын ұмытып қалмау үшін соларға көрсетіп отырамыз. Бұл жерде түрлі сабақтар, тренингтер, әртүрлі сұрақ, байқаулар осы жерде өтіп тұрады. Қазақтың киізімен таныс болды. Енді әбіштану кабинетіне деп толықтай таныс болайық. Көріп танысып жатқандай осы жаңағы шариғат кабинеті, тұңғыш президентіміздің кабинеті, осы әбіштану кабинеті бір жылда ашылды. Бұның енді мақсаты осы оқушыларымызға алғы жазушымыз Әбіш жөнінде шығармалары жөнінде мағлұмат беру. Енді мұнда шағын кітапханасы Әбіш Кекілбаевтың жазған шығармалары, журналы, мысалы Әбіш әлемі дейтін. Сосын мұндағы түрлі жаңағы қасқалар, мұнда кітаптар, мұнда да сол Әбіштің түрлі шығармалары осында қойылған. Енді мына жерге келетін болсақ, мұнда Әбіштің жаңағы несі, бейнесі, мұнда бір ерекшелігі бұл жерде мысалы сол күніне қойып, осы не арғы сол мағлұмат ала аламыз. Мұнда да дәл осының шығармасын оқушылар өздерінің соткысымен жаңағы өзіндегі алады. Енді арғы бетінде мына жерде Әбіш Кекілбаевтың өмір жолы, оның атқарған қызметтері, сосын түрлі өзіміздің жазушылардың шетелге ұсынған осы кісі жөніндегі пікірлері көрсетілген. Енді мына суреттерде отбасы өзіміз суреті, бұны да үш жерге мысалы жаңағы айтқан немені қойсақ, осы кісі жөнінде мағлұматтар жаңағы неден аламыз. Орта мектепте мұражайлар бітпейді. Ендігі кезек Шарихан Әлемованың кабинетіне. Мынау сол Шарихан Әлемованың өмірбаяны енді жаңағы айтып кеттік, осы біздің мектебіміздің алғашқы директоры, ұлттық педагогиканы дамытушы, сонымен бірге ақын, өлкетанушы, журналист болған кісі, міне осының Шарихан Әлемованың ұлағатын ұлтыма, ұрпақтарға ұсындым деп осы кабинетті жабдықтары. Енді бұл жаңағы айтып кеткенде қоғамдық істер, көркемөнер саласы, ұстаздық қызмет, өлкетанушы, журналист, ақындық ата деп осы 5 бағытта бұл кісі жұмыс жасаған адам. Мұнда бұл кісінің өмірбаяны 42-ші жылы осы Қоштеске қаласында ең алғашқы жұмысын бұл аға жетекші, пионер ұйымының аға жетекшісі болды. Одан кейін Атырау Гурьев пединститутын бітіргеннен кейін менің Ералиев аудандарында мұғалім болды. Жетібай кентінде, Қарақия
бұрынғы Ерали ауданының нөмір 6 орта мектебінің директорының орынбасары, Қарақұдық мектебінде директор болды. Одан кейін 84-88 жылдары Қызылтөбе елді мекеніндегі нөмір 18 орта мектепте мұғалім болды. Біздің мектепке 1988-94 жылы мектеп директоры болды. Осы 4-ші бұрынғы 19-ші мектеп. Облыстық мәслихатқа депутат болып түскен кедендердегі нелер бейнеленген дипломы жерде көшірмесі. Сонымен бірге ұлттық тәрбиедегі атқарған түрлі этнопедагогика, этнофилософия, этнография жөнінде түрлі көптеген жаңағыдай шығармашылық жұмыстар жасаған кісі. Міне осылардың барлығы осы жерде соның алған марапаттары бәрі жерде көрініс береді. Мұнда да мысалы жаңа айтып кеттік, ең алғашқы әдеп пәнін деген оқулы хрестоматия 3 кітабын шығарды, осы бұрын оқығанды шығарсыңыз жерде. Міне осы кісінің авторлығымен шыққан. Мынау ескісі біз жаңартып, әлеуетті жаңаларында жетіп қойдық. Міне осы әдеп дейтін кітаптың мынау түрлі нелері. Бұнда жаңағы түрлі жаңағы ата-баба салт дәстүрі барлық нелері осындай кітаптарда не береді. Бұл енді жазған мұнда кітабы бар, сонымен бірге бұл кісі өлкетанушы. Бұл ең бірінші Қаламқас дейтін деректі әңгіме жазды. Мына Қаламқас кен орнының атауы қайдан пайда болды? Сол жөнінде зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сосын Ер Исатай, Сүйірбай мана айтып кетті ғой, сол жөнінде Ер Исатай деген өлеңдер жазған. Бұл мана 19-ші мектепте болып тұрғанда өзі директор болып тұрған кезде Сүйірбайға Исатайға арнап мұражай ашқан. Ең бірінші Исатай Сүйірбаевтың соның заттарын, ұстанған заттарын, соғысқа барып келген киімдерін, басқа да заттарын сол жерде жинап, осы неткен жинақтап сол осы кітап қылып шығарды. Бірінші осы неткен Шариатхан Әленов. Осы Маңғыстау облысы бойынша президенттің ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Басқа да соның марапаттарымен марапатталған. Мынау сол жаңағы айтып кеткен кітаптарын жаңғыртып көрген ұлттық тұрғыдағы тәрбие әдебиеттерінен батыл ер арымас, атадан қалған асыл сөз деген сосын әңгімелер жинағы, Маңғыстау байталмандары деген елі бар. Енді сезімдерде кітап бар еді, оны енді мына жердегі несінде жаңағы біздің белгілі жазушылар, осы Қазақстанға белгілі атақты кісілермен бұл кісі қаталысып тұрған. Осы ұлттық тәрбие жөнінде, жаңағы басқа да шығармалары жөнінде, сол кісілердің алған хаттарының көшірмелері бәрі хатталған. Өзі Томанбай Молдағали, Әбділда Тәжібай сияқты сондай кісілермен барлығымен қарым-қатынаста болған кісі. Мынау сол өзінің жаңағы отбасының несіне жеткен әкем менің деп балаларының арнаған альбомы. Мынау қолжазбалары, мында да қолжазбалары бәрі астында өзінің қолынан жазған заттар бәрін ұсынады. Мекен өтісі бірі ата тәрбиесі, ақылшымыз, мақсатымыз, ерлігіміз, келешегіміз, егемендігіміз, намысымыз. Бұның өзі ата мекенде осылай Шәкен осы жаңағындай шешіп кетті. Мұнда болашақ бізден отанның лайықты азаматы шығады, ал Қазақстаннан деген сөздің әрқайсының өзінің мағынасын ашып кетті. Енді мұнда Шәкеннің өзінің кабинетін портрет, мынау отырған мұның өзінің ұстауы, мынау өзінің пайдаланған сол мәшинесі, телефон, заттары, сосын белгілі, мысалы қазақтың белгілі ақын жазушыларының портреттерін қойдық. Шәкен сонымен бірге ақын, жаңағы журналист болумен қатар өте шебер сурет саламыз. Мынандай сондай қолдарымен суреттерін соңында өзінің қолынан өткен заттарын салып қойдық. Ең алғашымен ұмытып кеттік, жаңа андайда Қашаған Күржіманұлының бейнесін шалдардың айтуы бойынша осы бейнелеген осы Шариатхан Әленовда. Соған қарап, Ақтаудағы жаңағы ескерткішті орнатты. Шариатханның Қашағанның бет бейнесі пайда болды. Шариатханның осы салуы, суретін салуына келді. Оны көп біле бермейді. Барлықтарды көріп келатсыз ғой енді. Мұражайды көрдіңіз, енді кабинеттерді мыналарды көріп отырсыз. Енді өзіңіздің мектептеріңіз қалыптасқан шығар. Осы біздің мектебіміз бар. Енді бұның барлығы ұстаздардың еңбегі, барлығы ауызбіршілікте атқарылатын. Ауызбіршілік болса барлық осындай мұғалімдер ауызбіршілікте, барлық оқушыларды тарта білсе, өзіміз басқару іздер бұйымдары бар, соларды тарта білсе, осындай жұмыстар атқарылады деп ойлаймын. Ал енді мұнайлы жастар парақшасының көрермендері өздеріңіз көргендей, Мұнайлы ауданы Дәулет ауылдық округінде орналасқан нөмір 4-ші орта мектепке келіп, осында орналасқан мұражайлармен толықтай таныс болдық. Сізге көп рахмет, бастан аяқ барлығын толықтай түсіндіріп, бұның барлығы да енді жастарға үлгі болсын,
жастарға кішкене болса ақпарат болсын деген ниетте келген еді. Сізге көп рахмет. Ал енді сіздің де тарапыңыздан жастарға ақыл кеңесіңіз бар шығар. Иә, енді мұндан бері осы біздің мектебімізде жұмыстарды көрсетіп тырыстық, осылардың барлығы мектеп ұжымының, мектеп әкімшілігінің, мектеп басшысының осы біздің жастарға ұлттық патриотизмді дамыту үшін, жастарға осындай жаңағы ұлттық тәрбие беру үшін атқарылатын шаралар. Енді жастар осындай өнерден біздің ата-бабалардың салт дәстүрлерін ұмытпай, өзінің еліміздің отанымызды сүю үшін жақсы оқып, білім алуға деген біз жаңағы ойдамыз, ондай ойымызда орындалып жатыр. Біздің мектептен түрлі көптеген жаңағы түлектеріміз түрлі спорттық сайыстарда, басқа да түрлі жаңағы өнер саласында да біздің Қазақстанның туын белгіледі. Оларды атап өтсек, мысалы әлем чемпионы болған Шыңғыс дейтін оқушымыз кеше жақында ғана әлем чемпионатында 3-ші жүлделі орын алып келген Айдос дейтін оқушыларымыз осындай Қазақстанның туын белгіледі. Енді жастарға айтатын менің тілегім осы біздің көк туымызды желбіретіп, еліміздің лайықты азаматы болуымыз деймін. Ол үшін жақсы білім алу керек, жақсы осындай түрлі шараларға қатысу керек. Мектеп, басшы білім саласы барлық жағынан оларды қамтамасыз етіп отыр. Осылар келешекте осылардың өз отанын сүю үшін, елінің патриоты болу үшін, жақсы азамат болып тәрбиелену үшін.